кеткен тобықтының қосбасшысы жуын таяқ тоқтамыс деген кісі жама қайын жақынын сол кісінің бар екен кебек деген бір інісі. Ол кебек мықты болған жас басынан, тоқанда тастамайды өз қасынан, жасы бала болса да жаны отты деп, артық көріп не сағас жолдасынан. 15-інде кебектің аты шықты, аты жаяу бәріне бірдей мықты, көзі өткі қара торы жігіт екен, орта бойлы тапалдау кен иықты. Ел қанышын өлуге жанын салып, соғыс десе тұрмайды қойса байлап, жауға батыл жақынға және депті, кішіні іні үлкенді аға тайлап. Ол кезде балгер болған Нысан абыз, шын дәулескер басының өзі нағыз. Жын айтама кім білсін, шын айтама айтқаны келеді деп қылады аңыз. Кебек батыр өз бақытын сынамаққа, әдейі іздеп келеді балгер жаққа. Ассаламу алейкум санамыз. Уағалейкум ассалам. Ей абыз, аш қолыңды қобызыңда. Алар ақын бар болса, мойны маңа. Балыңа не түссе де, жасырмай айт, жалғыз-ақ қыламын шар. Шырағым, балаштың деп мал алмаймын. Ол үшін саған ақыл сала алмаймын. Жаман айтсам жабығып қала көрме, жынның сөзін жасырып қала алмаймын. Қабақ сұрлау қыздан, батырым, ондай жанға көңіл бөлме. Бұл сөзді өз ойымнан айтпаймын құр. Шын шіркін, жын шіркін осылай деп айтқызып тұр. Қара жартас түбінде кез келеді, шырағым сондай қыздан сақтанып жүр. Әдейі іздеп бармасын, кез боларсың, кез болмастан алыс емес тез боларсың. Тақтыққа қорлық жүрмес деген бар ғой. Тақтан басаң артыға сөз боларсың. Бақсы, сөзің батып тұр шынбайыма, қой мен енді барайын өз жайыма. Бал ашып, болашақты болжап берді, бірақ мен жынның сөзін тыңдаймын ба? Мұнан кейін азырақ заман өтті, салқын түсіп, қар жауар мезгіл жетті. Қарашаның алғашқы қары жауап, кебек батыр құс алып аңға кетті. Қой тастан бір түлкі алды әнге тығып, ойлады кетейін деп қанға шыңғып. Сонарда ізге түсіп келе жатса, бір түлкі және қашты шапқан бұғып. Қамшылап күрең атты жан басына, түлкіден бұрын шықты хан басына. Жел шығып боран болып кеткен екен, аң қуған аңған батыр андасын бар. Түлкі қуам деп мына боранда адасып кеттім-ау, ел жатпай тұрып бір ауылға қонайын. Кеш жарық боранда адасып келіп қалдым. Қош келдің, жайындай, өрлет. Тобықты руының кебек деген батыры болам. Түлкі қуам деп мына боранда адасып кеттім. Ел жатпай тұрып бір ауылға қонайын деп келдім. Қош келдің, қызым, қонаққа тілек салып бере ғой.
сен шынымен кебек болсаң, батыр деген атқа қанықпын. Мені құтқарғаныңды қалаймын. Атым еңлік, мына шал менің әкем. Малы көп, бірақ еркек баладан кем. Мені де кедей емес байға берген. Күйеуім өткен жазда ұрын келген. Қасына жаппақ түгілі жумадым. Білген соң шіріктің келген жерден. Шын сенесен сүйдім деп айтпа маған. Шала сүйген болады құралдаған. Ындынымен ұнатсаң бер қолыңды. Саған сөзім қалмады енді айтпаған. Сенің мұң жағыңды тыңдап көзім жетті. Саған да менің шынайы көңілім кетті. Қолыңды бер, құтқарамын, мен өзіңді беремін уәдемен шын сөзімді. Еңлік қайда? Қызым қайда? Алыңдар тез. Сөйтіп жүріп бірталай заман өтті, елі қашып кеткенге айға жетті. Қыз алдыда жүн жауап бермеді деп, матайлар бір қос жылқы алып кетті. Тек жатсын ба бұл елдің көп сандағы, жауан таяқ бір ауыл шапты тағы. Матай қызы тобықты кебекті іздеп, шатаққа соқты сөйтіп сөз аяғы. Ұйықтамайды сақтанып кебек түнде, 3 айда бір дарада жатқан мүлде. Толғатып ерлік сұлу бір ұл тапқан, айы толып мезгіл жеткен күнде. Екеуі сол баланы қылады ермек, кезек ұйықтап сақтанып жүрді жерге. Қыз ояу кебек ұйықтап жатыр еді, қозы күрең кісіне қағады елек. Кебек біреулер келе жатырған сияқты. Шық! Еңлік! Жазалау керек сені. Аттың құйрығына сүйрету керек. Жіберді. Ей жұртым, бір-екі ауыз сөз айтайын. Әйтеуір өлтіруін тұр ғой дайын. Өлерде 3 тілек бар деуші еді ғой. Құдай үшін берсеңдер, мен сұрайын. Кебекпен мені азғана араздастыр. Өлген соң бірге қосып таспен бастыр. Мына бала тобықты баласы ғой. Мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр. Надан жұрттың болады діні қатты, қабекене тапсырмай аманатты. Шеткі ақшоқы басында қалған бала, шарқырап күн батқанша жылап жатты.